Дәл осы кезде жасалатын, осындай кимчи салатын үй жағдайында жасаймыз. Бір жасағаннан шыға береді. Видеоны соңына дейін қараймыз. Қытырлақ болып шығатын осындай қырыққабатты тұздаймыз. Ол үшін бізге осындай бір дана ұзын капустамыз қажет болады. Видеоны қарамас бұрын менің арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Арнаға кіріп, көптеген рецепттерді көре аласыздар. Менің арнама тіркеліп, лайк басып қойсаңыздар, мен үшін үлкен қолдау болады. Және де сіздерге пайдалы болса, пікір қалдырып отырыңыздар. Алдағы уақытта қандай рецепт күтесіздер, төменге комментарий бөліміне жазып қалдырыңыз. Осылай төменгі жағын алып тастаймыз. Келесі осындай пластик ыдыстарымызды қолданамыз. Нығыздап салып аламыз. Бізге осылай салқын су қажет болады. Суымызға 3 ас қасық толтырып ас тұзын саламыз. Араластырамыз. Және де үстінен құямыз. Күн түспейтін салқын жерге бастырып қоямыз. Осылай кішілеу затпен жауып, үстінен ауыр затпен бастырып қоямыз. Мен 3 күнге қалдырдым. Бізде 3 күн өтті. Тұзы суымыздан алып аламыз. Ал келесі арасына жағатын ащыларымызды дайындаймыз. Бізге осылай 4 дана қызыл тәтті бұрыш және ащыларымызды қосамыз. Қалауыңызша көбірек қоса беруіңізге болады. Дәндерінен ажыратып, блендерімізге салып отырамыз.
Біздің отбасымызда барлығына ұнады. Сондықтан осы рецептпен жасай берсеңіздер болады. Бір жасағаннан сәтті шығады. Ащы борщтарымызды осылай түбін алып тастаймыз. Соңында осылай бір тіс сарымсағымызды бөліктерге бөліп саламыз. Блендерімізбен осылай майдалаймыз. Сізде блендер болмайтын болса, ет тартқыштан өткізуге болады. Міндетті түрде осылай қолғап киіп алыңыздар, жұмыс жасағанға ыңғайлы болады. Ал енді ең қызықты және маңызды бөлігі, әрбір бөліктерін ашып, осылай қолымызбен жағамыз. Сұрақтарыңыз болса, төменге қалдырып кетіңіздер. Барлық бөліктеріне арасына жағып алдық. Бұны енді сақтаған кезде жаңадан тұзды суымызды жасап, салып қоямыз. Және салқын жерде сақтаймыз. Жасап көріңіздер, міндетті түрде сәтті шығады. Баршаңызға рахмет.